Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең керемет хит торттардың бірі қызыл барқыт тортының оригинал рецептін ұсынатын боламын. Өте дәмді ең керемет торттардың бірі, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны толықтай қарап, арнама тіркеліп қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Алдымен жұмыртқамызға шекерімізді қосып, миксердің көмегімен жақсылап әппақ болып, әппақ масса болғанша көпіртіп миксерлеп алатын боламыз. Бізге құрамындағы заттардың барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Содан соң үстіне сұйық майымызды қосамыз және айранды қосамыз. Тағы да миксердің көмегімен араластырып аламыз. Енді ұнымызға какаоны, разрыхителді, ас содасын қосып араластырып аламыз. Одан соң массамызға шым-шым тұзымызды салып, ұнды илеуіштен өткізіп, 2-3 бөлікке бөліп, араластырып, миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Барлығын бірден қоса салмаңыздар. Мейлінше осылай аз-аздан қосып, миксердің көмегімен араластырып алатын боламыз. Мінекей, бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Енді үстіне қызыл бояуымызды салып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Қызыл бояуымыз толықтай араласуы қажет. Қараңыздар, бізде осындай керемет қып-қызыл түс пайда болды. Енді осындай формамыздың шет-шетін фольгамен орап, үстіне массамызды құйып, қызып тұрған пеште қызарып піскенше пісіріп аламыз. Пісу уақыты сіздің пешіңіздің қызуына байланысты. Мінекей, біздің бисквитіміз осылай көтеріліп, әдемі болып пісті. Қараңыздар, енді бетіндегісін артық жерлерін алып тастайтын боламыз. Ол бізге шет-шетіне құрастыру үшін қажет болады. Қараңыздар, біздің бисквитіміздің түсі әдемі, қызыл, әдемі болып шықты. Енді қалауларыңыз бойынша 3 немесе 4 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін творожный сыр және сливкиге қант пудрасын қосып, жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Бізде творожный сыр мен сливки салқын болғаны дұрыс. Және де достар, мінекей, біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды құрастырып алатын боламыз. Алдымен осылай подложкаға кішкене жағып, жылжып кетпеу үшін осылай қойып, мен осылай кальциямен құрастырдым. Ол торттың теп-тегіс әдемі болып шығуына бірден-бір көмегін тигізеді. Кремімізді арасына жаға отырып, тортымызды құрастырып алатын боламыз. Біздің бисквиттеріміз керемет, жұмсақ, әдемі болады. Осылай арасына кремді жағып, тортымызды құрастырып аламыз. Сіздерде кальций болмаса, міндетті қажет емес, сондықтан кальцийсыз да құрастыра берсеңіздер болады. Кремімізді жағып 1,5-2 сағатқа салқын жерге қойып аламыз. Креміміз тортымызға сіңуі қажет. Бағанағы бетіндегі артық заттан біз осындай крошка жасап аламыз блендердің көмегімен. Енді тортымыздың осылай шет-шетін пышақтың көмегімен ажыратып, кальцийімізден ажыратып аламыз. Қалған кремді торттың шет-шетіне жағып, тортымызды жайлап, тегістеп аламыз. Мінекей, барлығын әдемілеп тегістеп алдық. Енді бағана осылай майдалап алған бисквитімізді шет-шетіне сәндік үшін қойып шығатын боламын. Асықпай толықтай барлық жеріне тегізіп, әдемілеп оформление жасаймыз. Қалауларыңыз бойынша әртүрлі сәндесеңіздер болады. Мен осылай
барлығын шет-шетіне жағып шықтым. Ал енді достар, мен осылай артық қалған кремді бетіне осылай орналастырып шықтым. Сіздер әртүрлі жемістерді қойсаңыздар да болады. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Өте дәмді, керемет торттардың бірі. Қорықпай жасауларыңызға болады. Мендегі оригинал рецепт болғандықтан сіздерге толықтай ұсына аламын. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Видеоны толықтай қарағандарыңыз үшін рахмет. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.